Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен мен YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге демалыс уақытында қандай тамақ істеймін деп ойлансаңыздар, осы тамақты істеуге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады, ерекше тамақ. Балаларға да толық отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал жасап көрейік. Толық рецептісін описаниеда қалдырамын. Ең алдымен голендерімізді жуып тазалап қоямыз осылай. Содан соң картошкамызды ашимыз. Мен осылай сап-сай картошка жақсы көремін. Осылай дәмді болады ғой картошкалар. Осылай ашып аламыз барлық картошкамызды. Бізге қажет заттар голен, картошка, сыр және сармай. Осы 4 зат қана керек. Картошкамызды жақсылап жуып аламыз. Және кастрюльге картошкамызды салып, полуготовности дейді ғой, соған дейін бір пісіріп алу керекпіз. 15 минутта жеткілікті болады. Енді оған дейін голенімізді маринад етеміз. Мен бұл үйде бар заттарды қостым. Майонез, аджика болды, бұрыш, қандай специя бар, соларды қосып маринадқа жасадым. Осылай голендерді салып жақсылап араластырамыз. Негізі осылай бір сағаттай тұра тұрса да тіпті жақсы болады. Осының үстіне осылай вилкамен басып шықтым, шамалы. Еті тығыз болғандықтан шамалы жұмсарсын деп. Екен қатып тұратын голендерім. Осылай бір жарты сағатқа, 1 сағатқа қойып қойсаңыздар тіпті жақсы болады. Сосын формаға салдым осылай барлығын. Сочный голен болып жатқыздар бұл. Басқа гарнирмен де осы рецептпен істесеңіздер болады. Мен паприка қосам, үйде не бар соны көбіне қоса беремін. Паприка, аджика, майонез, томат, сондай заттарды. Осылай голенді маринад етіп пешке жібереміз. Духовкаға картошкамызды қайнап жатыр, бір 15 минуттай бұрқатып қайнатқызып аламыз. Оған дейін мынандай корзинка жасаймыз. Неден фольгадан. Картошкамызды аламыз, корзинаның ішіне саламыз. Осылай басқан кезде картошкамыз шамалы жартылай езілу керек. Сондықтан бір 15 минуттай, 20 минуттай полуготовности пісіріп алыңыздар. Ортасын бөлеміз. Үстіне тұз себеміз. Ортасын бөліп осындай кусок сармайды салып шығамыз. Мен формаға салдым, мен арасынан барлығына кусок сармай салып шықтым. Тұз обязательно себіңіздер, дәм болмай қалады. Енді духовкаға бір 15-20 минутқа дайын болғанша духовкаға жібереміз. Оған дейін голендеріміз дайын болды. Сочный болып тұр. Картошка духовкаға кетті, енді сырды теркадан өткіземіз. Сыр көп болса тіпті жақсы болады. Осылай сырды теркадан өткіздім. Картошкамызда пісіп қапты, шамалы бастым. Сосын осылай. Картошкамызда басып жүрген пісті уже дайын болды. Корзинкаңызды шамалы үлкендеу жасайсыздар ғой. Бетіне осылай сырларды сүйіп шығамыз. Мен сыр молынан болған жақсы көремін, сондықтан көптеу салдым. Осы қалпында духовкаға бір 15 минутқа, 10 минутқа саламыз. Сыр еріп кеткенше. Ал біздің кешкі ерекше асымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Мен отбасыма толығымен ұнады. Голен де өте сочный, картошка да өте сочный болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Айман ас болсын.